Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп салып, үстіне бөлме температурасындағы маргаринімізді қосып, араластырамыз. Песочный тесті шығады, үстіне шекер, разрыхитель жұмыртқамызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды 30 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін сұйық массамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге творог, қаймақ, шекер және жұмыртқа керек. Барлығын осылай миксермен араластырып аламыз. Енді дайын болған қамырымызды алдын ала майланған формамызға салып, бір келке етіп жайып шығатын боламыз. Қамырымыз көтеріліп кетпеу үшін ортасын міндетті түрде шанышқымен тесуді ұмытпаймыз. Үстіне сұйық массамызды құямыз. Мен үстіне черный слив салдым, бірақ бұл міндетті емес. Дайын болған пирогымызды алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Біздің жып-жұмсақ сүзбелі бәлішіміз дайын. Әбден суығаннан кейін барып кессеңіз, өзінің пішінін жақсы сақтайтын болады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Видеом ұнаса, міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Ас болсын.